Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, жақсысыздар ма? Денсаулықтарыңыз қалай? Ауыл аймақ бота тайлағаман есен ба? Қарағандылық бір қыз Алик, аты Алик қой деймін. Алик Мұхаммедиевна деді ма? Вообще Алик барлығын Алик қазақтарға мәмбет деп бір әлеуметтік желіде бір айтып жүреді ғой. Енді қазаққа айтып жүрген адам қырғын енді. Негізі ешқандай ұлтты өйтіп не қылуға болмайды, кемсітуге болмайды деп ойлаймын. Соған енді 3,5 жыл 22 жаста екен, бір ауыз сөз үшін, мөлдір жүрген көз үшін біздің соттарға да риза болмай. Дұрыс. Қазақстанда тұрып, Қазақстанды әңгіме айтып алса, Қазақстанға, қазақтарға, ойбай сендер анау мынау десе, сондай болатын. Барлығы енді біледі бат, енді барлығы қойдан жуасы болады, енді осыдан көріп барлық құрысын дейтін болады. Не дейміз енді, ол қарындасымыз ғой, енді қарындасымыз болып келеді енді. 22 жаста екен, Қазақстанда тұрады ғой, енді Қарағандыда тұрады деді, орыс тілді. Ол да енді ауыздан авария болды, енді авария болмайды болады. Басқалары орыс 3,5 жылға соттапты. Ол қатаңдығы орташа деді ғой деймін. Ана соттың айтқан сөзімен ана әлеуметтік желілерге музыкамен қойып қояды ғой, сол 3,5 жылға кетіпті не болса да. Одан кейін бағана айттым ғой, Америка санкция салған соң Индия, Қытай және де аты келмеді, Ердоған шал Ресей мойнынан бас тартамыз деген екен. Ендігі мәселе былай болып тұр. Бір ақпарат шығып қалды. Түркия Қазақстан арқылы Қазақстанның мұнайын алуға ниеті болып тұр деген бір ақпарат шықты. Бейресми ақпарат шықты енді. Мен де ойлап тұрмын, мүмкін осы 6 қарашада енді орталық Азияның президенттері барып Трамппен жолығады ғой. Трамп ол кез айтады ау деп ойлаймын. Мұнайларыңды енді болды, енді Ресейді көріп не болып жатқанын. Ресеймен бір төбеде қалам десеңдер, бір төбеде қалыңдар. Же болмаса бір шұңқырға түсем десеңдер, бір шұңқырға түсіңдер. Же болмаса мұнайларыңды, енді бізде мұнай бар. Барлығында қазбайлық бар. Общий түркмендерде не бар? Газ бар, оны сата алмай жатыр деген сияқты ғой. Өзбекстанда да газ бар, неде ата? Қарақалпақ бауырларымыз, оларда газ бар. Қырғызстанда алтын бар. Мүмкін соларды Ресей арқылы емес, басқа нарық арқылы сатсаңдар, бағасын көтеріп аламыз деген сияқты ұсыныстары айтамай екен деп ойлаймын. Не болса да Америка үстемдік құрып айтады, бірақ үстемдік құрып айтқанмен де ол миге қонымды бір ұсыныс жасайды деп ойлаймын, ұсынысшы. Енді күтеміз. Одан кейін Трампқа бір журналист сұрақ қойды, сіздер ядролық бомбаны сынақтан өткізейін деп жатырсыздар ма деген еді. Біз ядролық бомбаны сынақтан өткізейін деп жатырмыз. Басқа елдерде ядролық бомбаны сынақтан өткізіп жатыр. Қытай, Россия дейді. Оны бүкіл әлем білет, бірақ олардың журналистері, олардың тілшілері ондай ақпараттарды айтуға біз тілметіңізі. Мемлекет рұқсат бермейді, өздерінің көтендері де шыдамайды деді ғой, әңгіменің ашықшы. Диктаторлық елде қанша ойбай дегенмен жан-жағына қарап сөйлейді. Ол айтады енді, біз ядролық қаруды сынаған кезде дейді, ана журналистке айтып тұр ғой, сендер бізді сынайсыңдар, сендер бізді тағалайсыңдар, жамандайсыңдар, жақтайсыңдар. Біз бірақ әлемге ядролық қаруды сынаймыз деп айқайлап тұрып айтып, сынайын деп жатырмыз. Басқа ядролық қарулары бар елдер оны айтпай істеп жатыр дейді. Біз қайта, бізде ашықтық бар дейді. Біз айтып ядролық қаруды сынақтан өткізіп жатырмыз. Олар айтып-айтпай істеген кезде біз не істемей қаламыз сонда? Біз бірақ айтып істеп жатырмыз, біз істейміз деп айтып жатырмыз дейді енді. Одан кейін бұны істемеуге де амал қалмады дейді. Ядролық қаруы бар елдер, мысалға Солтүстік Корея сынақты қайта өткізеді дейді. Ресей өткізеді дейді, Қытай өткізеді дейді. Бізде бір өткізіп қояйын деп өткізіп қойып жатырмыз. Бірақ бізде ашықтық дейді. Бірақ
сол видеоның астына айтыпты. Енді орыс тілді адамзат бекен, олар тірі адамдарға тастады ғой дейді да. Екінші дүниелік жоқ, жапондармен соғысқан кезде Харасима, Нагасакима сол жерге апарып тастады. Сөйтті де жеңіп кетті ғой. Бірақ қазір сол ядролық қару түскен жапондықтар ресейлік, америкалықтарға рахмет айтады екен да. Оларға ядролық қаруды тастап, хандық жүйені құртып, демократиялық елге айландырды да. Енді біздің қазақтардың ішінде де айтатынша, олар адамды қырып жіберді ғой деп. Біздің Жапонияға бір-ақ рет тастағанша, болмаса 2 рет. Бізге 490 қанша? 490 дей салайықшы, 500. Жобамен айтқанда 500 рет семейге тастаған. Бірақ оны біз байқамаймыз да. Өзінің жанында тау болып үйіліп, ядролық қарудың сынақтары, зардаптары әлі тартып жатыр. Бірақ біз не дейді? Қалай етеді? Иті қара қасқа, әр елдің салты басқа, иті қара қасқа дейді. Иттері қара қасқа, салттары сәл басқа елдерді біз уайымдаймыз да. Сондықтан өзімізді елімізді уайымдасақ, қазақ десек, мына енді біреуге күлме дейді ғой, сотталып отыр ғой енді. Бірақ бұл сабақ болады. Бұл енді ешкім Қазақстанда жүріп ешқандай ұлтқа әңгіме айтпайтын болды ғой, әңгіменің ашықша. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ядролық қаруды енді Трампта қолданбаса болмайын деп тұр. Ресейде қайта-қайта ядролық қаруымыз бар, ойбай деп отырады. Онда бізде де бар деп енді қолданайын деп тұр ғой. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ойларыңыз жазып кетіңіздер. Жақсы.